Өсімдіктер. 4 өсімдіктердің тіршілігіне қажетті жағдайлар. Сен өсімдіктердің өсуіне қажетті жағдайлармен танысасың. Су, ауа, топырақ, жарық, жылу. Кел ойланайық. Бір өсімдік жарықсыз өсе ала ма? Өсімдіктердің өсуі үшін судың маңызы қандай? Суретте бір жағында күн көзімен құрғақ, сусыз жердегі солып қалған гүлдер, екінші жағында жаңбыр жауып тұрған жайқалған гүлдер бейнеленген. Білгенің жөн. 2 өсімдіктердің тіршілігіне су, жарық, жылу, ауа, топырақ қажет. Суретте бақбақ гүлінің айналасында оның өсуіне керек элементтер көрсетілген: күн, жарық, жылу, су, топырақ, ауа. Өсімдіктер топыраққа тамырымен бекиді. Қорегін топырақтан су арқылы сіңіреді. Күн сәулесінен жарық пен жылу алады. Су болмаса солып қалады. Бақылайық. 3 сынып бөлмесіндегі гүлдердің өсуіне қажетті жағдай бар ма? Бөлме өсімдігінің қайда орналасқанын бақыла. Оның жапырақтары күнге өздігінен бағыттала ма? Зерттейік. 4 бұршақтың өсуін қадағала. Сызба бойынша тәжірибе жаса. Сызбада сұрақ белгісі right arrow қол ұстап көру, right arrow көз, бақылау, right arrow леп белгісі нәтиже. Төменгі жағында бұршақ тұқымының су, ауа, жылу, жарық және топырақ әсерінен үлкен өсімдікке айналу процесі көрсетілген. 5 күзде әртүрлі жапырақтар мен шөпті кептір. Қандай өзгеріс байқадың? Өсімдіктердің жапырақтарын, гүлдерін жина. Оларды кітаптардың арасына салып қой. Коллаж жаса. Суретте кепкен жапырақтардан жасалған балық, тышқан және әтештің коллаждары көрсетілген. Ойланайық. 6. Жер мен айдың табиғатын салыстыр. Айда тіршілік бар ма? Жердің беті суретте жасыл орман мен өзен. Айдың беті суретте құлазыған тасты шөл дала. Қызықты мәлімет. Балды шөп ең көне өсімдік. Жасы 1 миллиард жылдан асады. Оның адам денсаулығына пайдасы зор.